Барлығыңызға қайырлы күн. Сіздермен қазір бір жасағаннан дұрыс шығатын, қамыры езілмейтін, жыртылмайтын мантының рецептісімен бөлісемін. Керекті ингредиенттердің тізімін комментарийдан немесе сипаттамадан көре аласыздар. Ең алдымен қамырымызды илейміз. Ол үшін бір жұмыртқа, бір шай қасық тұз және 200 грамм салқын су қажет. Тұзы ерігенше жақсылап араластырамыз. Содан соң ұнымызды 2-3 бөлікке бөле отырып, қамырымызды илеуді бастаймыз. Мен бұл жерде 200 мг суға 550 грамм ұнды қолдандым. Ұнның нақты мөлшерін айту қиындау, себебі әр ұнның тығыздығы әртүрлі. Бастапқы уақытта қамырымыз бір-біріне бірікпей кетуі мүмкін. Сол себепті де қолымызға кішкене күш сала отырып, жақсылап илеуіміз қажет. Қамырды илеп болғаннан кейін міндетті түрде пакетке салып 15 минутқа қойып қоямыз. Осы уақыт аралығында салмасын дайындаймыз. Ол үшін 2 дана пияз, 2-3 дана картоп қосамыз. Екеуін де осылай өте жіңішке етіп, көбіктеп турап аламыз. Және де мен мантыға міндетті түрде қырыққабат қосып жасаймын. Сол уақытта мантының дәмі өте ерекше, ылғалды, өте дәмді болып шығады. Бірақ та қырыққабатты өте жіңішке етіп турауға тырысыңыздар. 300 грамм тартылған ет қосамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш және 3-4 ас қасық сұйық май қосуымыз қажет. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен бізде салмасы дайын болды. Және де қамырды жайғанға ыңғайлы болу үшін мен осылай алып 2 бөлікке бөліп аламын. Және қайтадан осылай пакетке салып 5-10 минутқа қоямыз. Сонда қамырдың иі қанған себептен жайғанға да оңай болады. Қамырды жаюды бастаймыз. Қамыр бірдей қалыңдықта болуы үшін мен осылай тек шет-шетінен басып, бір бағытқа қарай осылай айналдыра жайып шығамын. Қамырды біз қаттылау етіп илетіп, сол себептен жаю барысында ұнды көп себудің қажеті жоқ. Егер де ұнды көп сеуіп жіберетін болсаңыздар, онда біздің қамырымыз кеуіп, түйу барысында бір-біріне бірікпеуі мүмкін. Қамырды жайып болдық. Енді осылай азғантай ғана ұн сеуіп, қамырымызды осы видеодағыдай етіп жинаймыз. Енді қамырымызды көз мөлшерінде осылай 4 бұрышты етіп кесіп шығамыз. Кесілген әрбір бөлігімізді алып, бір-бірінің үстіне осылай әдемілеп қойып шығамыз. Және бұдан да 4 бұрыш форма жасаймыз. Құрметті көрермендер, егер сіздерге видео ұнап жатса, міндетті түрде каналға жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіз үшін оп-оңай әрекет маған үлкен қуаныш сыйлайды. Және де осы рецептпен жасап көрген болсаңыз, міндетті түрде пікіріңізді комментарийға жаза кетуді ұмытпаңыз. Енді мантыларымызды түйеміз. Жаңағы кесілген қамырымызға осылай бір ас қасықтай салма салып, осылай барлығын әдемі бір қалыпты етіп түйіп шығамыз. Енді мантымызды пісіретін мантабарканы осылай сұйық маймен майлап аламыз жақсылап. Және мантыларды бір-біріне жақынырақ етіп орналастырамыз. Бір-біріне жақын орналастыру себебіміз манты піскен уақытта жанына жайылып кетпей, осылай өз формасын әдемі ұстап қалуы үшін керек. Мантының бетін міндетті түрде сұйық маймен майлауды ұмытпаңыздар, сонда мантының беті қатты болып қалмайтын болады. Осылайша мантыны қайнап тұрған суға қойып 40-45 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің мантыларымыз дайын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай мантылар бір-біріне жабыспай, тал-тал болып түсіп жатыр, мүлдем езілмеген. Сіздерге де осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Келесі жаңа рецепттерге дейін сау болыңыздар.